мынау дәгірді қалай сақтап қалды, қалай сақталып тұр деген бір ауыз сөз жоқ елдің. Осы 95 жылы совхоз тарағаннан кейін 2 жыл, 3 жыл, 97-98 дейін істелінген жоқ. Совхоз ол кезде еңбек төленбей қалды маған. Еңбек жоқ болды ғой. Одан Бұланбаев өзі келді 98 жылы мына жақ қатарда, міне мына жақта, әне фундаменттер. Содан бастап мына жерде үлкен беседка болған, ойын алаңы. Мына жерде тағы двухквартирный үлкен жатақхана болған. Осы жақтағы ылғи щитовойлардың бәрін Бұланбаев өзі бұзып алды дағы, тасып алып кетті, қоршауымен қосып. Содан мен кеп даластым бұған бұл Дүйсенге. Дүйсенге менің еңбегімді қашан бересің? Дебім, ой бояш міне саған мына 4 корпус тастадым, осы сенің еңбегің деді. Оказывается, бұл ауызша айтылған сөз болды. Менде ешқандай документ жоқ қой. Сол бойынша осыны қорып, ие болып, кейін керек болады ғой деп мен бұны бұзып алдым. Әйтеу тұрсыншы, бір ләгір болып сақталып қалатын шығар деп. Содан 2003 жылы Ақсуат кеп бұны істей қосты, істеп тұрды. Енді міне біздің әкім аудан келгелі бұл ләгір істеген жоқ. Бұдардың келеді, міне әкім болсын, районның бастығы болсын, міне жерге кеп тоқтайды, мен келесім, мәшинелерден отырып тұра қашады. Мен ақсақал сәлеметсіз бе, ассалаумағалейкум деген бір ауыз сөз жоқ. Болмағанда сұрамаймын, ләгір қалай тұр екен, кім қорғап қалды деп. Әйтеуір Ақсуат істегеннен кейін менің балам атына еңбек төленді болған. Әйтеуір охрананы алып тұр қазір, күні күнге дейін. Бірақ енді міне ешті құлағы біздің құлақ, мына ләгір өздерінің меншігі сияқты келеді, кетеді. Ақша бөлініп жатыр ма, бөлінбей жатыр ма, онда шаруам жоқ. Әйтеу бірдеңесі істеген болады дейді. Жоқ, міне аудан келгелі істеген жоқ мынау мінекей әлі. Әйтеу ол ақырандығын алып тұр. Енді есту мынаны бұзып аламыз, басқа жерден ләгір саламыз деп жетті. Неге беремін мен? Бәленбай жылы ие болып отырып, еңбегім алып отырып, бұны неге беремін мен? Пускай бұл ләгірді басқа жерден салама, жоқ әлде келісіп өз жерден салама. Сала берсін, бірақ өзім бұзып алам бұның бәрін. Егер ондай жағдайды жасайтын болса. Келіп жерін өлшеп, заңдастырып алып, өз жерді міне ләгірді істетіпсе маған құптар едім оны. Оған қуанам. Қайта бәленбайды сақтады, міне ләгірдің орны сақталып қалды. Жаңадан ләгір ашылып жатыр деп мен қуанбасам ренжімеймін. Кезінде жарықтық Уәлиев төлеу салғызып еді ме? Бір тумамыз еді, бір атадан тарайтын. Ләгір Уәлиев төлеудің туған жері міне сайдың ішінде ғана тұр. Ескі тамы сол күй тұр әлі. Сол үшін еңбегі аруақ разы болып жатсын деп тоқтап қалып ем. Енді мен иттің кісімісің деп жүрген ешкім жоқ. Сол жағдай бұл ләгірдің. Енді сіздің қандай ұсыныстарыңыз бар бұл жайында? Мен ұсыныс болғанда енді бұл ләгірді істететін болса, үшеуден істесе, жақсылап заманауи талапқа сай жасаса, оған құптаймын онда. Енді мына здание заманауи қылып жасағанға келе ме мынау қазір? Мыналар келмейді енді мынау. Анау өйткені щитовой әне. Ана асқана щитовой. Мына жерде блоктан салынғандар мүмкін. Мынау блоктан салынғанды енді кім білсін, мына жерден терезесінен көресіз мына жерде міне. Мынау жағынан өтеді. Мынау енді тұтас блок мынау міне. Мынау щиттардың бәрін қайтадан іргесін бексе, ішіне жылан кіріп кетеді тышқан. Мынау міне былай ғой. Мына берік болып үстіне бүйтіп қойды мына Ақсуат істеген кезде. Мынаны душ қойып қойды. Ар жағы үлкен жатақхана. Ана арғы көрпісте сөйтіп қойды. Бұрынғы Совет үкіметінде ұқсап дүлдеп тұрып істейтін ләгір болса мына ғой. Ол кезде дүлдеп тұр ғой, жанынан басқаның бәрі болды. Ата-аналар да разы болатын. Келіп кеткенге. Кіріп шығып балаларын әкеліп, мына жерде дем алып. Қазір бір ата-ана келсе босанғанын кісіге көрмейді, жолын көлікте қақпадан қуып жіберетін болды өлі. Ләгір Ақсуат істеп тұрған кезде. Ананың бәрі міне сол маған қалған дүниеде. Міне туалет, анау прачный дейді, анау душ дейді. Мына жақта құдығы бар, құдықтың бөшкесіне шейін мен керекті алғам жоқ. Елмекке өткізіп жатты ғой әлі. Әлемінге. Соғынғы дейін мінекей тесте өзім ие болып отырам. Енді бұны кеп әлгі дайынасқа тұққасы салғысы кеп, енді біз жүріп арамыз деп айтып дейді біреуге. Жалпы мына жерге қайтадан лагер салса, ие? Қайта сатып алып, жерін бәрін алып түгел. Шөмшіркейдің дәрісі теуіп отырса, міне мұнаның бәрі сол кезде, қол үшін шейін алып жүр. Мен дүние баққа қызыстан осының бәрін алып алмайым ба. Жол қалған дүние осының бәрі. Мына асқана міне, төбесі бітіп тұр. Көк ашының асты қалдыр жасы үстіне дейін. Сол ескі асқана міне. Міне жерде үлкен холодильник болған, сақтайтын. Қалдық сақтайтын, осы үрей жерде міне бері жерде. Бері қай. Мына кейтін істеп қойғандығын ғой. Ана мына қоямыз деп.
Onun bärine düşünüyor jaqta qalgan. Bizde köpüstün arada. Üçüde de barganda. Buradan iki yaqanda çeyrek nasıl. Endi quduq ana oynaki. Quduqning böşkesi ana oynaki. Elimden böşkü. Sol için o sol saqtaq qaldım miniki. Kezdimde doğurdu altıyını men mince sıtkam. Elmenin atında doğurdu. Bak, aşağı geliyorsun bu işte. Ya kurmadılar basma nimeleri nasip etmiyor. Bası eşkim tutuyor koyduk zaman. Sonra tas bedildi. O sırada bir başı ince sağan. Ağzına su koyup sıran gibi. Bir bu zaksa istek betse kelişekti. Turizmge de zaksı buladı koy işkeni istek betse. Kanday zaksı jerimligi. Ana kişi bilip taldı koy bunu. Var ip geliyor. Хайырлы күн, құрметті біздің көрермендер. Біз міне Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылдық округінде орналасқан Сеңгір лагерінде жүрміз. Жаңағы сөз сөйлеген ақсақал. Сіздің аты жөніңіз кім? Болат. Болат, фамилияңыз? Тұрсынғазы. Болат Тұрсынғазы ұлы ағамыз айтқандай міне. Кезінде осы мынау негізі ешқандай мектептің немесе районның ешқандай баланста жоқ дүние екен бұл негізінде. Бұл кісі өзіне пай ретінде кезінде беріліп сақтап қалған. Содан кейіннен бұл істеп тұрды. Соңғы кездері бұл осы аудан келгелі істеген жоқ дейді. Соны осы лагерді небір капитальный ремонттан өткізіп, не болмаса мынаны сүріп тастап, қайтадан орнына салып, жерін бәрін заңдастырып, сөйтіп жасаса нұр үстіне нұр болар еді. Кезінде қаншама бала демалған бұл жерде. Енді мен басқа жерден де ұсынып отырғандар бар шығар, бірақ ең оптимальный вариант жақсы. Жан-жағы тау. Бұл жерде тау өзені ағып жатыр. Сеңгір деген лагер болған кезінде. Осының бәрін күштілеп отырып жөндесе, қайтадан қалпына келтіріп. Бұл қатқан бір лагер болып шығар еді. Енді осы мәселені ары қарай да көтере беретін боламыз. Жалпы бұл біздің балаларымыз келіп осы жерде демалып жатса, немесе жаңағыдай осы жерге жаңағы каникулда уақыттарын өткізіп жатса, жақсы ғой міне. Қазір қаңырап бос тұр міне, көгершін боғынан көрінбейді. Өкініштен мынандай жағдай болып жатқан. Осыны бір ақсақалмен бір шешімге келіп, соны келісіп, соның бәрін жаңағы құжаттарын заңды түрде бәрін жазса болады. Немесе ол ақсақалдан сатып алса бұл жерді осының есімен қосып. Бұл кісі аспандағы бағаны сұрап отырған жоқ, мен білуімше. Қалыпты баға деген. Елдің бәрі келіп демалар еді. Ана жерде үлкен алаңдары бар. Футбольный жасыл алаң, современный қазіргі заманға футбольный алаңдарын салып сөйтіп жасаса жақсы болар еді.